Қазақстанда әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры 2020 жылдан бастап жұмыс істейді. Қазақстан Республикасының әрбір тұрғыны міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесіне қатысуға тиіс. Дегенмен, жарна төлеуден босатылған арнайы санаттағы азаматтар да бар. Олар кімдер? Ендеше құлақ түріңіздер. 18 жасқа дейінгі балалар, жұмыс істемейтін жүкті әйелдер, бала 3 жасқа толғанға дейін оны тәрбиелеп отырған жұмыс істемейтін азаматтар, жүктілік және босануға, жаңа туған баланы асырап алуға, сондай-ақ баланы 3 жасқа толғанға дейін күтуге байланысты демалыста жүрген адамдар. Алтын алқа, күміс алқалармен наградталған немесе бұрын батыр ана атағын алған, сондай-ақ бірінші және екінші дәрежелі анадан ордендермен наградталған көп балалы аналар, мүгедек балаға күтім жасайтын жұмыс істемейтін тұлғалар, бала кезінен мүгедектерге күтім жасаушылар, мүгедектер, зейнеткерлер мен Ұлы Отан соғысының ардагерлері, орта техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі жоғары білім беру, сондай-ақ жоғары оқу орындарынан кейінгі білім беру ұйымдарында, күндізгі оқу нысандарында білім алатын адамдар, жұмыссыз ретінде тіркелген тұлғалар, жұмыс істемейтін мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек алушылар, жұмыс істемейтін қандастар, қауіпсіздігі барынша төмен мекемелерді қоспағанда, қылмыстық атқару жүйесі мекемелерінде сот үкімі бойынша жазасын өтеп жүрген адамдар тергеу изоляторындағы адамдар да жатады. Егер сіз осы аталған санаттардың қатарында бар, бірақ сақтандырылмаған болсаңыз, онда растайтын құжаттардың тізімін жинап, оларды халыққа қызмет көрсету орталығына ұсынуыңыз қажет. Ақпаратты растау үшін мемлекеттік органдарға жіберілетін болады. Барлық қажетті рәсімдерден кейін мемлекет сіз үшін жарна төлейді және сақтандырылған мәртебесі жеңілдікті санаттағы өкіл ретінде берілетін болады.